Арыс ауданына қарасты Қабылса елді мекенде тұратын қарапайым отбасы көпшіліктен көмек сұрайды. Тағдырдың сынына ұшыраған отбасының бір емес, екі перзентіне бірдей диагноз қойылған. Ол әлемде сирек кездесетін жұлынның бұлшықет атрофиясы диагнозы. Ортаншы қыздардың еміне керекті соманы жинау мүмкін болмады. Себебі дертке дауа болатын бір ғана препараттың құны 1 миллиард теңге. Тиісті қаражат жиналмай, препарат уақытында салынбаған кішкентай ару бүгінде қоларбаға таңылған. Ал отбасының кенжесі 6 айлық Тамерланға туа сала осы диагноз қойылған. Перзенттерінің дертіне дауа іздеген отбасы бүгінде Шымкент қаласына қоныс аударған. Себебі баланың бұлшықетін үнемі жаттықтырып тұру үшін арнайы мамандардың көмегі қажет. Ауыр дертпен күресіп отырған Тамерланның өмірін аман алып қалу үшін құны 1 миллиард теңге тұратын Золгенсма препараты қажет. Егер балаға аталған препарат уақытында салынса, бала қатарға қосылып, құрдастармен тең дамитын болады. Алайда қарапайым отбасы үшін үлкен соманы жинау оңайға соқпай отыр. Ол кезде уже менің бағанағы алып жатқан емімнің бәрі артқа кетеді. Қызым қандай болды, алдында тура сол жағдайға жетеміз. Если ол емді алмасақ. Осы тұста барша қазақ елін кішкентай бүлдіршіннің еміне көмек қолын созуға шақырамыз. Экранда көрсетілген реквизиттік номерлер арқылы аз болса да қаражат аударып, Тамерланның сауығып кетуіне қол ұшын созайық.